Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгінгі тақырып лимонның денсаулыққа пайдасы. Лимон бізге сонау Үндістан мен Қытай жерлерінен келген екен. Кезінде экзотикалық болған бұл жеміс қазірде елімізде орнығып, халқымыздың көңілінен шығып жатыр. Лимонның пайдасы мен зиянын біліп жүрейік. Лимон жыл бойы жасыл ағаштың жемісі. Оның құрамында пектин және эфир майлары бар. Лимон асқазандағы қорытуға көмектесетін заттардың бөлінуіне әсер етіп, ағзаға темір мен кальцийдің сіңіруін жеңілдететін энзимдерді бөледі. Өзі қышқыл болғанына қарамастан, ол асқазан суларының қышқылдығын төмендетеді. Әрине, лимон құрамындағы С дәрумені жайлы айтпасқа да болмайды. Ол жалпы иммунды жүйені жақсартып, түрлі ауруларға тосқауыл болады. Лимон ағзадан қажет емес кір, қоқыстарды, яғни ағзаңыздағы токсиндерді шығаруға да көмектеседі. Мысалы, ұзақ уақыт бойы дәрі антибиотик қабылдасаңыз, лимонның көмегімен бауырыңызды улы заттардан тазартсаңыз болады. Лимон шырыны мен қабығы бұл антисептикалық қасиетке ие. Онымен жараларды сүртіп, ертіндісімен тамақ шайқаса да болады. Лимон қан құрамында холестерин деңгейін төмендетіп, тәбетті ашады. Лимон құрамындағы Б дәрумені қан тамырларында беріктендіріп, қан қысымын көтеруге де көмектеседі. Әрине, лимонның ең танымал қасиеті бұл көптеген жұқпалы тұмау ауруына төтеп бере алады. Ал достар, видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.